Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Фильтр деген жақсы болды. Негізі осы ойлап тапқан адамдарға рахмет айтамын осы фильтрді. Мен бүгін не жөнінде әңгіме айтқым келіп тұр. Бізде қазақта жақсы сөз бар, иә? Баяғыда оны апам марқұмнан естіп отыратын, әке шешем марқұмдар үнемі айтып отыратын. Я Раббым, күнімді ешкімге қаратпа, күнімді біреуге салма деген сөзді жиі еститінмін. Сол кезде ойлайтынмын, онысы несі екен, неге өйтіп күнімді біреуге қаратпа деп айтып отыр деп ойлайтынмын. Сөйтсем, бұл сөздің шынымен де жаны бар екен. Мағынасында шын сөз екен, дұрыс сөз екен. Қазірдің өзінде біз айтамыз, я Раббым, Аллахым, күнімді ешкімге қаратпа деймін. Мен өзім жиі айтамын. Өйткені ісімді біреуге салма деймін. Аллахым, менің бүкіл ісімді өзің шешіп қой деп. Өйткені адамға ісімізді салып, адамға жүгінетін болсақ, біз адамдар менсінбей емес, қалай айтсақ болады, міндетсіп кетеді екенбіз, міндетсіп. Көбінесе біреуге жасаған жақсылығымызды, біреуге істеген нәрсемізді, мен солай істегем деп міндетсіп, сілкініп, зіркілдеп кетеді екенбіз. Оны алысқа барудың қажеті жоқ. Мысалға, әйелдер қауымы білет, үйде отырып, бала шағымызға тамақ жасап, үй жинап, жұмысымызды істеп келсек те, істеген тамағымызды, жуған кірімізді, жасаған нәрсемізді анда-санда міндетсіп кететін кезіміз болады. Оны жасырып жабудың қажеті жоқ. Сондықтан да айтады екен әлгі адамға күнімді салма деп. Өйткені адам, біз пендеміз, біздің қолымыздан көп нәрсе келмейді. Біреуге жақсылық жасасақ, ол жақсылықты біз өле-өлгенше ұмытпай, мен сол кезде сондай жақсылық жасап едім деп үнемі айтып жүреміз, сосын міндетсейміз. Ал Аллах тағала бізге жасап жатқан соншалықты жақсылығын ол міндетсімейді. Беріп жатқан ризық несібесін де міндетсімейді. Сондықтан да мынау жақсы сөзді үнемі айтып жүрген дұрыс. Бұл сөздің түп төркінін, мән мағынасын әрқайсымыз, әр қазақ түсіну керек деп ойлаймын. Сондықтан да менің барша тыңдармандарыма, барша оқырмандарыма айтатыным, Раббым сіздердің істеріңізді ешкімге салмасын, күндеріңізді ешкімге қаратпасын. Әрқашан, әрқайсыңызға өздеріңіздің жағдайларыңызды, проблемаларыңызды өздеріңіз шешетін деңгейде, өздеріңіз шешетін дәрежеде сіздерге ақыл, ой, сана берсін, ризық несібелеріңізді арттырып берсін деп тілеймін. Рахмет. Осыны айтуға шыққанмын негізі.